аплодисментов приглашаем главных героев сегодняшнего праздника. Дамы и господа, встречайте, самая красивая, самая лучшая и счастливая пара Сымбат и Назира, Жар-Жар мен Арсаламас! Көбірек, ну! Көбірек, шоп! Көбірек, қошемет болсын! Жастарымызды қарсыламыз! Келіңіздер, ортаға! Менің асқа келім, қолға алып домбыраны өлең айтып беттерін өпкелінің ашқан едім. Ай, бірақ сен де маған ыстықсың ғой, сондықтан жолын бөліп басқа келін. Қайырымды бола біл, кәрілерге бола біл, мейірімді жасқа келін. Жарымды дүнияға сода келді, ақ сүтін қайнененің баспа келін. Ойбай-ау екі бала қыпа кетпек, бұл әулетті көбейтуден қашпа келін. Сен дағы бұл әулетке келге бет алды кесе бермей, одан да бала тауып жарысында бұйыршы. Молодцы. Бұлар ақшылығын кеттілер деймін ғой бұлар. Ол қары беріңіздер. Рахмет, енді келіндеріңіздің беті ашылды. Алла қаласа, келіндеріңіздің түрі қазір мына домбыра сияқты болып тұр. Алла қаласа 9 ай 9 күннен кейін мынандай болсын. Иә, қошемет бар ма? Бар ғой. Иә. Алла қаласа осы әулетке осындай Сымбат сияқты ақжарқын бауырымыз кезіп келе қойшы Сымбат. Ерекше дәстүрін ырымын жасады. Олай болса, бүгінгі тойымызды бастау үшін барлығымыз тағы да тойымыздың туры басында сияқты жастарымыз өздерінің құтты орындарына жайғасқанша жақсылап тұрып, билеп, Сымбатқа аплодисмент ет, Сымбат. Сымбат, билердің қалай екен? Странный дейді. Жоқ, жақсы ма? Жақсы ғой? Жақсы болады басында. Вначале будет хорошо. Сосын бір 15 жылдан кейін пайдат болады. Бір 30 жылдан кейін Алла қаласа сен мамаң сияқты болып кетеді екен ғой. Құдай соңғы күнге жеткізсін деп қояды. Рахмет, енді келіндеріңіздің беті ашылды. Бәріңіздің мына ой. Аплодисментов овации! Лучшая пара! Лучше сидит в Инстаграме. Отлично, поддержка Хайдан. Кто из вас больше любит петь в караоке? Давайте такой вопрос. Мама судит. Кто из вас более скромный? Кто из вас более скромный? И Сымбат, наверное, Назира, да? Хорошо, кто из вас... Сымбат, у нас мамасы любит петь в караоке. Көп рахмет. Хорошо, кто из вас первым всегда приходит мириться? Ну, всякое бывает. Опять мамасы. Сымбат, Назира, кім бірінші келеді? Вдвоем, хорошо. Кто из вас двоих будет зарабатывать деньги? Назира. Кто сказал вообще?
Еще раз. Мама дядя. Бременские музыканты, конечно же, безусловно. Ура! Ура! Тихо стало. Это любимая фраза Самбата.